Сәлем, құрметті достар, бүгін сіздермен жасымық сорпасын, яғни чечевичный суп дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге ең алдымен жарты келі жасымық, дәмдеуіштер, мен қызыл бұрыш, қара бұрыш және тұз саламын. Бір ас қасық томат пастасы және 2 сарымсақ қосамыз. Бір пиязды ұсақтап турап дайындап қоямыз. Көкөністерден сәбіз және картоп қосамыз. Бұл тағамды сұйық май қосып жасаймын. Сіздер қалауларыңыз бойынша зәйтүн майын немесе сары май қосып жасасаңыздар да болады. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, май құямыз. Май қызған соң пиязымызды салып, сарғайғанша қуырып аламыз. Пиязымыз біраз қуырылғаннан кейін сарымсақты салып, бірге қуырамыз. Енді сәбізді салып, барлығын қуырамыз. Шамамен 2-3 минут өткеннен кейін томат пастасын салып, барлығын жақсылап араластыра отыра қуырамыз. Тағы да 3 минуттай өткен соң картопымызды саламыз. Барлығын жақсылап қуырып алғаннан кейін 2,5 литрдей салқын су құйып қайнатамыз. Одан соң дәмдеуіштерді саламыз. Сорпамыз қайнағаннан кейін отты азайтып, жарты сағат пісіреміз. Сорпа піскеннен кейін 1 стакандай салқын су құямыз. Блендердің көмегімен барлығын жақсылап қою болғанша араластырамыз. Мен лимонды тағамға бірден қостым. Сіздер қалауларыңыз бойынша лимонды тағамды ұсынар кезде берсеңіздер болады. Сорпа тым сұйық немесе өте қою болмауы қажет. Тағамымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, жақсы болып шықты. Бұл тағамды біріншіге ұсынсаңыздар болады. Видео және рецепт ұнаса, лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.